30 жыл су тапшылығын тартып келе жатқан халықтың ауру сырқауын судан көрмесек те, адамның денсаулығы үшін таза судың маңызы дәлелденген факт. Сондықтан хабарымызда ұлт саулығы төңірегінде жалғай түссек. Айтқымыз келгені ағза ауыстыру, яғни отандық трансплантология тақырыбы. Дәрігерлер дабыл қағып отыр. Елімізде ағза ауыстыруды күтіп отырғандардың кезегі ұзарып барады. 3654 адам. Операция жасау оңай, бірақ орган табу қиын. Яғни бізде осы заманғы медициналық жабдық та, білікті дәрігер де бар. Бірақ донор жетіспейді. Естеріңізде болса, жақында ғана павлодарлық 6 жасар Илья Таранченконың кішкентай бүйрегін ауыстыру үшін 92 мың ақш долларын көптеп көлемдеп жинап, Беларусьқа жөнелттік. Жалпы Қазақстанда туыстық трансплантология бойынша ғана операция жасалып жатыр дейді дәрігерлер. Бірақ мұнымен мәселе шешілмейді. Себебі науқасқа туғанының қаны сәйкеспеуі немесе денсаулық жағдайы келмеуі мүмкін. Осылайша былтыр күту парағында кезегін тосып үлгермей 320 адам бақилық болыпты. Ал бауырына барын беруге даяр қазақстандықтардың қайтыс болғаннан кейінде өз дене мүшесін алуға рұқсат беруге бүйрегі бұрмай тұр. Қолданыстағы заңға сәйкес қазір электронды егов порталында кез келген адам олай-бұлай болып кетсе, ағзамды трансплантацияға беруге әзірмін деген өтініш қалдыруға құқылы. Алайда мамандардың мәліметінше бүгінде 26 мың қазақстандық өз органын алуға қарсылық білдірсе, рұқсат бергені тек 3 мыңнан сәл асады. Жалпы мұндай нәзік мәселеде ағзаңды қалтыр деп ешкімге қолқа сала алмайтынымыз да анық. Әйтпесе мәйіттік донордың кемінде 7 адамның өмірін аман алып қалуға мүмкіндігі бар екен. Сосын біле білсек, Қазақстан орталық Азияда трансплантацияны толықтай тегін жүргізіп, одан кейін пациенттерге өмір бойы ішетін дәрі-дәрмегіне дейін мемлекет есебінен өтеп беретін жалғыз мемлекет. Елдегі ағза ауыстыру операцияларының қазіргі жай күйі мен түйткілін Индира Жылқайдарова сараптайды. Астаналық Жанар Мамбетованың жанары жастан құрғамайды. 2018 жылы бүйрек жетіспеушілігі ауруына шалдықты. Аптасына 3 рет диализге барады. Телефон шыр етсе, жүрегі дір етеді. Бүйрекке кезегін зарға күтумен жүр. 5 жылда бір бүйрек табылмай тұр. Қиналған кезде, ауырған кезде әсіресе бәрін тастап кетіп қалсам бекен деп, осымен бәрі бітсінші дейтін де кездерім болады ғой. 5 жыл бойы бірде-бір бүйрек те табылған жоқ. Ағам берем деп неткен, бірақ ода да қан қысымынан не болып тұрған мәселесі болып тұрды. Жанардың жанына сүйеу жалғыз қартанасы. Әр ана өз баласы үшін бүйрегін емес, жүрегін жарып беруге бар. Бірақ Қаламқас Мамбетованың жасы келмейді. 60-тан асқандардың ағзасын алмайды. Талай басында отырып өліп қала жаздап, талай иманды үйрген мен. Баламның қолына тұрмай, осында қасында отырмын. Донор жоқ, кезек көп. Күту парағында 3600-ден астам науқас тұр. Олардың 70-і бала. 3000-нан астам жанға бүйрек керек. 163 адам бауыр іздейді. 148 пациент жүрек табылса дейді. 15 науқас сау өкпеге зәру. Кезектің жылжуында тым самарқау. Пандемиядан бері тіпті баяу. Мәселен, бұрнағы жылы 2 адамға. Былтыр тек 4 жанға мәйіттік донорлық арқылы операция жасалған. Неге аз? Алғашқы қабылдаған 2007 жылғы кодексімізде трансплантологияның принципі белгіленген болады. 20 жылғы кодексте сол норма өзгертілді. Бірінші бұрынғы редакциясында апатта болған кезде соның органын сұрамай-ақ алуға болады. Ал кейінгі редакциясында біз келіспеу презумпциясын қабылдадық. Яғни, әр адамның органын алу үшін міндетті түрде оның келісімі керек. Қазақстан мәйіттік трансплантология туралы алғашқы заңды 2009 жылы қабылдаған. 2012 жылы алғашқы донор тіркеліп операция жасалды. Кейінгі 2015-2017-де трансплантологияда тежеу болған жоқ дейді сала мамандары. Кейін кодекс өзгертілген соң донор тапшылығы тығырыққа тіреді. Енді бұрынғыдай рұқсатсыз трансплантацияға мұрсат жоқ. Ал егерде ол адам тірі кезінде одан рұқсат алынбаған жағдайда оның жұбайынан, туыстарынан ғана айтылады. Келісім алуы тиіс. Әр азаматтың ағзасын, тінін оны мәжбүрлеп алуға, оны алып сатуға, жүзеге асыруға болмайды. Заңға сай, қазір әр азамат қайтыс болғаннан кейін ағзасын беруге келісімін не қарсылығын білдіріп, egov.kz порталында өтініш қалдыралады. Бүгінде 26 мың адам ағзасын қозғамауды өтінсе, 3 мыңнан астамы ғана келісім берген. Бауырына барын, тіпті бауырын кесіп беруге даяр қазақстандықтардың мәйіттік донорлыққа бүйрегі бұрмай тұр.
Бауыр десе бауыр еті үзілетін қазақ туысшыл халық. Соңғы 10 жылда елімізде 2300-ге жуық трансплантациялық операция жасалған. Оның 85%-інде науқастың жақындары, туысқандары бауырым аман қалсын деп бір бүйрегін, бауырының бір бөлігін беруге келіскен. Ал Еуропада керісінше операциялардың 95%-інде мәйіттік донордың көмегімен жасалады екен. Бірақ жалғыз туыстық трансплантация алысқа апармайды. Мәйіттік донорлықтың дамуына тежеу сол менталитет, қазақы салт дәстүрге салып аруақты қорламайық деген уәж. Бірақ көз жұмған адамның органын алу дінге қайшы емес дейді имамдар. Ислам бұны қолдайды, Алла ризалық үшін донор болылады. Пәтуа 59 жылдан бері бар. 59-да сол кезде осы медицина дамыған кезінде шықса керек. Мысырда қайтыс болмай тұрып, өзінің негізгі өсиеті болу керек. Екінші, оның жыныс мүшелеріне қатысты нәрсе болмау керек. Донор тапшылығынан соңғы 4 жылда 1100-дей адам кезегін күтпей қайтыс болған. Былтыр 320, 2021-де 327 азамат өмірден өтті. Сондықтан азаматтарымыз ағзаны алыстан іздейтін болды. Жақында павлодарлық 6 жасар Илья Таранченкоға жұмылып ақша жиып, Беларусьқа жөнелткеніміз елесінде. Анасы 4 жыл донор күткен. Нәтижесіз. В Минск мы приехали, оплатили. Минскіге келіп тексерістен өтіп ақшасын төледік. Донор табыла сала операция жасалады. Маған операцияның Қазақстанда жасалғаны жақсы еді, бірақ бүйрек табылмады. Беларусь елінде 2008 жылдан бастап келісу презумпциясы негізінде заң қабылданған. Яғни азамат тірі кезінде органын беруден бас тартпаса, қайтыс болғанда ешкімнен рұқсат алудың қажеті жоқ. Что касается казахских детей, 2011 жылы алғаш рет қазақстандық баланың бүйрегін ауыстырдық. Соңғы жылдары қазақтар жиі келе бастады. Жылда бір операция жасап жүрміз. Былтыр 2 баланы аман алып қалдық. Белоруссияда өз азаматтар үшін ақысыз жасалады, ал қазақстандық баланың бүйрегін ауыстыруға $62,000 қаражат сұрайды. Біздің елде бұл тегін, әттең донордың жоқтығы қол байлау. Ешкім шетелден мысалы өзінің органдарын біздің азаматтарға бермейді. Сондықтан біз шетелге қарап отырмауымыз керек. Ақша жинап шетелге жіберу деген ол дұрыс емес. Өзіміздің мемлекетте ол операцияларды жасауға дайын адамдардың менталитеттері кішкене өзгеру керек. Заң бойынша шетелден орган сатып әкелу немесе сыртқа саудалауға тыйым салынған, бірақ сұраныс ұсыныс тудырады демекші, ағза саудасының бәсі қызып тұр. Қара нарықта бірнеше миллионға бүйрек, бауыр сатам деген жазбалар табылады. Бірақ ондайларға 12 жылдық түрме жазасы бар. Дәрігерлер елде донорлары банкін құрған жөн дейді. Азиаттардың европейстермен органдары сирек бір-біріне сәйкес келеді. Қазақтардың қанын, донорларын, аузын біз негізі Түркиядан іздеуіміз керек. Қазақтардан, қырғыздардан деген өзіміздің бауыр мемлекеттерін іздеуіміз керек. Дүниежүзілік донорлардың қатарына кіру керек. Енді не істейміз? Өзіміз 19 миллион халық ішінде бір-бірімізге сол орган іздейміз, оны таппаймыз. Эмоциясыз, популизмсіз, тек мамандар отырып бұрынғы қалпына келтіруіміз керек. Егер дұрыстап алса, бұл негізінде 1 жылдың ішінде шешілетін проблема. Бір сөзбен айтқанда шетелдермен донор алмасуға заң жүзінде рұқсат берілуі тиіс. Қазіргі құжатта бұл жоқ. 100 мың жанның біреуінің ғана органы сәйкес келу мүмкіндігін ескергенде жалғыз амал осы. Мәселе медицинада емес, техникалық жабдық бар. Елімізде 6 бірдей орталық жұмыс істеп тұр. Трансплантологтар да жетерлік. Орталық Азияда трансплантацияны толық тегін жасайтын Қазақстан ғана. Өзбекстан республикасына алатын болсақ, дәрі-дәрмектері толыққанды ол жерде қаржыландырмайды. Ал бізде Қазақстан мемлекетінде, яғни отада тегін жасалынады, және де отадан кейінгі, яғни дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету тегін. Монғолияда да бана трансплантацияның өзі толыққанды мемлекеттен қамтамасыз етілмейді. 70% мемлекет төлейді, 30%-ын пациент өзі төлейді. Қырғызстан әлі жасамайды. Трансплантацияның түйінін тарқату үшін заңға өзгеріс керек дейді дәрігерлер. Және де көз жұмған соң органын өзгеге беріп, біреудің өмірін құтқарудың діни, моральдық жағын бұқараға түсіндіре түсу керек деп тұжырымдайды тағы сол ақ халаттылар. Әйтпесе күту парағы ұзара береді, ал өмірлер үзіле береді. Индира Жылқайдарова, Аманжол Байғазин, 7 күн.